Сонымен құрметті автосүйер қауым, тағы да ассаламу алейкум. Баршаңызға сәлем бердік. Қалдарыңыз қалай? Талдықорған қаласы, АКЛ автокөлік базар, автосүйер қауым біледі. Жетісу облысында орналасқан Талдықорған қаласындағы өзі жалғыз ғана бір авто базар болады осы жерде. Қазір сіздердің назарларыңызға екінші видеоны түсіріп, осы жердегі жаңа бағалармен таныстырып өтетін боламыз. Ал сіздер соның несіне астына лайк басып, комментарий жазып, және арнамызға тіркеліп, өз таныстарыңыздармен, достарыңызбен, WhatsApp группаларымен таратып, бөлісіп кетсеңіздер, сіздерге үлкен рахмет, алғыс айтамыз. Лупатый Мерседес көріп тұрмыз. Сонымен назарларыңызда 98 жылғы 2.4 қозғалысымен автомат қорапта 3 сұраған бағасымен телефон номер бәрі қасында тұр. 3 миллион сұрап тұр екен. Бұл 213 шанақтағы Mercedes Benz-ге. Алдындағы лобовой әйнегі дейміз, жарылып кеткен. Ішкі салоны бәрі көрініп тұр. Өз қалпында. Көңіздер хабарласыңыздар. Осындай 213 шанақтағы Mercedes деген кісілер болған болса. Енді сол жақ бүйірін көрсеңіздер, шпаклевка жабылған, есігі арғы жабылмай тұр. Сондықтан болар 3 миллион сұрап тұр. Әйтпесе бұндай бағалар Алматының базарларында көріп жүрміз. 4 миллионнан кем емес. Хабарласыңыздар, көлігін алған болса. Тағы да бір Camry көріп тұрмыз қатарынан. Мына жақта Windom, мына жерде Camry. Назарларыңыздар, ешқандай мәлімет жоқ. Телефон номерін ғана көрсетіп берейік сіздерге. Осы екі номерға хабарласып көлік иесімен велюр салондағы осындай Camry 40 сұр түсте. Енді мына Windom-ның бүкіл мәліметі бар екен. Оң жағы рулімен Toyota Windom 96 жылғы автомат 2.5 газ, бензин, телефон номер 3 миллион 650. Жазылған бағасы, қойылған бағасы. Осындай әйгілі Windom-дардың бірі. Хабарласыңыздар. Қыстық резина киілген автокөлік қысқа дайын. Camry-да тұр. Camry, жаңа көрсеткен Camry-міз. Хабарласыңыздар. Достар, Honda Odyssey көріп жүргедік. Honda Odyssey 2002 жылғы автомат 2.3 оң жақ рулімен. Автокөлік 7 орындық минивэн. Велюр салонда. Велюр салонда 5.2 саудасы бар дейді. 5.2. Осы номерге хабарласып қойыңыздар. Автокөліктің рулі оң жағында. Автокөлік 7 орындық қазақ номерімен. Автокөлік жағдайы осындай. Абсолют шанағында газ, бензин деп тұр көлік иесі. 215, 55, 17 құймалы титан дискіде. АКЛ базарында тұр бұл қазір Талдықорған қаласындағы. Хабарласыңыздар, көлік қымбат барсан ба, осы жайлы ой пікір қалдырып кетіңіздер. Сонымен достар, BMW сүйер қауымына назар аударыңыздар. BMW автокөлігін көп түсірмейміз, бірақ мына BMW-ның түрі маған ұнап тұр өзіме. BMW сүйер қауым білетін шығар, осы жайлы пікір қалдырып кетіңіздер. Дөңгелегі құймалы дискісі сондай керемет жарасып тұр. Осындай жылтыраған қара түсте. Енді бұның несіне келетін болсақ, шанағын мен біле бермеймін. Осы жайлы айтып кетіңіздер, қандай шанақта. 39 деген болады бұларда. BMW 528 деп жазып тұр. 99 жылғы екен. 2.8 қозғалыс автомат қорап 4.6. Осы номер телефонына хабарласыңыздар. Паузаға қойып, ішкі салоны былғары көрінеді. Автокөліктің іші жабық тұр. Автокөлік маған бір сондай сүйкімді көрініп тұр. Өздеріңіз қалай ойлайсыздар? 99 жылғы BMW. Несіне қарасақ, белгісіне өзінің оригинал белгісін ұстап тұр. Автокөлік
құймалы диск, өзінің оригиналдық дискісі. Артындағы, алдындағы шамдары да керемет көріністе. Өз жылына сай деп ойлаймын. Хабарласыңыздар, көлік ұнаған болса. Сонымен Subaru түсір деген кісілерге Subaru назарларыңызға ұсынамыз. Осындай универсал түрде Subaru сүйер қауым 2.5 дейді қозғалтқыш. 2007 жылға Европа деп жазып қойыпты. 5 миллион 500. Ішкі салоны былғары жылтырап тұр. Автокөлік жабық тұр. Төбесінде рейлингі бар, багажы бар. Әдеттегіндей Subaru'лардың бірі Subaru Outback достар. Толық жетекте екен. Осындай оригиналдық түсте Subaru'лардың бірі. Қазір таңда бұл Талдықорған қаласы Ақел базарында тұр. Хабарласыңыздар. Сонымен Camry 30-дықты көріп тұрмыз. 19 өңірмен достар арасында Camry 30-дықты түсіріп, бағасын біле кетейік. 2002 жылға Camry 30-дық автомат 2.4 сұраған бағасы 5.200. 5.200 қымбат па, арзан ба, осы жайлы өз пікірлеріңізді, ойларыңызды комментарияға жазып қозғап кетіңіздер. Артында спойлер бар. Бұл автокөлік артқы камерасымен ESE комплектациясында. Осындай әдемі сұр түстегі жаздық дөңгелегімен тұрған Camry, Toyota Camry 30-дық. Nissan Zafira, универсал түрдегі Nissan Zafira көріп тұрмыз. 97 жылғы екен. Автомат қораптағы. Қозғалтқышы енді жазылмаған. 2.5 болуы мүмкін. Вариант бар деп тұр. Осындай әдемі ақ түсте бұл автокөлік. Автокөлікті бір айналдырып шоу жасап жіберейік. Зефиралар енді бұлар оң жағы рулімен болады. Универсалдағы өте сирек кездеседі, мен білуімше. Кезінде Zafira болған, бірақ седан түрде. 2 қозғалтқышымен. Бұл автокөлік 97 жылға. Енді бағасына келейік. Ассалаумағалейкум. Сіздің ма? Несі қозғалтқыш қанша? 2.5 екен қозғалтқышы. 2.9 сұраған бағасы. Келісім бар ғой, Келісім бар, Қандай машинеге не керек? Вложение ма? Салым, вложение дейміз ба? Вложение керек жоқ па? Керек жоқ па? Қыстық резина киіліп, салынған, дайын тұр автокөлік. Қазір таңда бұл Талдықорған қаласы Ақел базарында тұр, достар. Осындай варианттағы көлік іздеген кісілерге бір сезонға ғана енді қалды, есі жоқ. осындай жағдайдағы автокөлік бар. Көріңіздер, көлік ұнаған болса хабарласыңыздар. Сонымен достар, Ақел базарында тұрған Mazda көріп тұрмыз, осындай универсал түрде. Автокөліктің жағдайы өз жылына сай болып тұр. Өздеріңіз байқап көріп тұрғандай Mazda 626 94 жылға механика қорап, 2 қозғалтқыш, сұрап тұрған бағасы, қазір көрсетейік. Сұрап тұрған бағасы 2 миллион екен. 2 миллион. Қымбат па, арзан ба, қалай ойлайсыздар? Автокөліктің іші ашық. Мына жер жыртылып кеткен. Осындай түрдегі универсал Mazda. Төбесінде мынандай әдемі рейлингі бар, өзіне жарасымды. Артындағы паркоп 626 Mazda. Енді байқасаңыздар, мында номер бұрынғы Талдықорған облысы дейміз ба, Алматы облысының В деген, Б деген номермен тұр. Ол деген сөз, бұл автокөлік бір көлік иесінде болған сияқты, еш сатылмаған, енді сатылып жатыр. Номерінің ауыспағанынан да көп нәрсені білуге болады. Оны енді алып сатарлар жақсы білер. Осы жайлы да пікір қалдырып кетіңіздер, және бағасы жайлы қымбат па, арзан ба, айта кетіңіздер. Сонымен достар, осындай бір оригиналды түрдегі әдемі жасап қойған бамперлерін байқасаңыз, номерін қарасаңыз 08 өңірімен осындай қара жылтыраған, осындай әдемі трианжел резинасымен 225-45
кигізіп қойған. Низко профиль дейміз ба, құймалы дискісімен автокөлік жабық тұр. Іші салон былғары. Автокөліктің жағдайы жасалған. Өте жақсы жасалған. Жақсы боялған, бірақ полировкадан өтпеген. Өздеріңіз байқасаңыздар, полировкадан әлі өтпеген, өте қоймаған. Соған қарағанда жақында боялып қойған. Алдындағы бампері мынандай застежкамен жасап қойған екен. Audi S4 назарларыңызда, достар. Audi S4 93 жылға 2.2 турбо дейді. Механика 4.100. 4.100. Вариант жоқ ешқандай. Ауза қойып осы номерға хабарласып қойсаңыздар болады. Қараңыздар, қозғалыс көлемі 2.2 турбо дейді. Келдім ғой, ақылда жүрмін. Көріңіздер, достар, хабарласыңыздар. Осындай көлік іздеген кісілерге осындай варианттар бар. Сонымен тағы да бір Camry 20 көрттіміз. 98 жылғы назарларыңызда. 2.2 қозғалтқыш автомат қорап екен. Бағасы 3.450 дейді. 3.450. Телефон номеріне келетін болсақ 8747 291 4650 номеріне хабарласып келіңіздер. Бұл да 08 өңірімен тұр екен. Қазіргі таңда Талдықорған қаласы Акел базарында. Бұл автокөлік велюр салонда, автомат қорапта. Ыстық дөңгелегімен әдеттегіндей камералардың бірі. Хабарласыңыздар, көлік ұнаған болса. Сонымен, достар, Е категориясындағы Мерседестердің бірі 124 шанақ 19 өңірімен. Ескі Мерседестердің бірі 94 жылға 2.8 қозғалтқышымен дейді. Мәліметтерден тек қана осы ғана. Автомат қорап. Қалғандан өздеріңіз көріп тұрсыздар. Автокөліктің жағдайы өз жылына сай. Кешірім өтінем, достар. Тағы да кешірім өтінем. С-шка екен. С280 деп тұр. Мерседестерді өзім шын айтсам көп біле бермеймін. Мерседес сүйер қауым жақсы біледі бұны. Көріңіздер. Көлік ұнаған болса хабарласыңыздар. Көліктің жағдайы жақсы. Toyota Camry қара түстегі 98 жылғы автомат 2.2 3.7 сұраған бағасы. 3.7 номер телефонын көрсеттік. Автокөліктің жағдайы ыстық резинамен тұр. Европалық нұсқа. Әдеттегіндей Camry'лардың бірі Акел базарда тұр. Қазіргі таңда хабарласыңыздар. Сонымен, достар, біз Жетісу облысы Талдықорған қаласындағы Акел базарындағы видео түсірілім осындай болды. Бүгін екінші видеомыз тамам. Осы видео біреуіңізге ұнаған болса, астына міндетті түрде пікір қалдырып және арнамызға жазылып, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Алдын ала рахмет баршаңызға. Келесі көріскенше аман сау болайық.